Қалайсыңдар қатындар, оның байлары. Түріме внимание не обращаем, дейм ба. Кеше тойға бардық. Дресс-код ба? Сондай, короче. Қазақша стилде болды, мен өте қуанам, ұлттық нақышта. Шапанмен бәріміз. Соны енді ана суретте қыз болып барайын деген мен. Құралай қыз, қолаң шаш деп. Қолаң шаш жоқ, сонда да айтыр. Алма мойын қиғаш қас десек, сол жеріне келген кезде түр келмей қалды. Сонымен барымен базар деп, мына біреу тақ барса, қыпшақты бір бәлесін ба, шыр бәлесін ба дейді біреу. Содан қатындар көбісі танып суретке етіп сөйтіп жатыр. Енді ойбай, сен ана тиктокта қатын емессің ба, қатындар дейтін. Сен де қатынсың, мен де қатын, ничего, еркектерден шүкірміз айтыр дедім. Қазір еркектер деп айтайын десең, анау еркектеріміз, ана Әлқожа мен ана Жанқожа ма, кім жан ба, сол екеуі ұрсып отқаны. В общем, еркектер сіздер вообще болып баратсыздар ғой. Баяда әйелдер құтырған дейтін, әйелдерді құтырып оны тәрбиелейтін еркектер жоқ, өздері құтырып жатыр енді. Болар елдің баласы бір-бірін батыр дейді, болмас елдің баласы бір-бірін қатын дейді. Екеуіңдікіне енді басқа ел көрсе айтады, мына Қазақстанның еркектері тиктокта ұрсады екен деп. Еще сіз оны андай неге шақырасыз бойға? Зачем барыңызсыз, екеуің еркексіңдер ғой? Қатын бізден жамасын. Біз давно жолсып уже қоятын едік. Қазір баяда ана қатын мен ана қатын ұрысыпты, төө не айтады екен деп. Екеуіңді аңдып отыр, бүкіл Қазақстанның қатыны. Ал, сендерге керек па сол? Түсіндір ғой. Бір тиын ақша алсам, ташағым түсіп қалсын. Алмасам. Неғып үйттіңіз сіз енді? Түсіп қалсын, бүйтіп қалсын деп, басқа жігіттердің бәрі аламан ішіп, өсіре алмай жатқанда сіз түсіп қалсын деп жатсыз. Біреуге бере салсаңызшы, может. Керек па сол? Мына видеода жаңанде ана пәленшем түсіп қалсын, төгеншем бір түсіп қалсын деп, итчеп қойсын бізге десе. Біреудікі біреуге керек па қазір? Ей, адам деген, еркек деген елді ойлау керек қой деймін да. Баяда бұдан 5 жыл бұрын еркектер не істеді? Сақал өсірді, ойбай өссін енді сақал. Қайдан білейік, сақалмен бірге мида өседі деп ойладық қой. Одан олардың өсіргеннен кейін мешіт салды. Ойбай мақыл имани боламыз деп. Қазір ол сақалды жігіттеріміз мешіт таңдайды. Өткенде пятница мен тұрмын, қай мешітке барасың дейді. Ана мешітке ма, ана мешітке ма дейді. Жоқ, ана мешітте андайлар оқиды, ана мешітте. Уже бөлініп атсыздар да. Енді сіздер 5 жыл не істейсіздер? Тасақ өсіресіздер. Одан кейін не істейсіңдер? Қай баняға барасың? Ана баняға бармай, бұл жақтың тасақ кішкентай, мына жақтың тасақ кішкентай деп жүресіңдер ма, еркектер? Сақалдарыңды өсіріп босаңдар, тасақтарыңды өсіріп босаңдар. Жұмыс жасасаңдар енді. Сендерге жұмыс таппайсыңдар, айтайын, Аралға барыңдар, Аралға. Ма Арал қаласына Аралға барыңыздар енді, жігіттер. Аралда Ақбасты деген жер бар. Су жоқ, өсір, талы жоқ, өсір, шөбі жоқ, өсір, мектебі жоқ, өсір, больница жоқ, емделетін. Оларда да өсіргісі келсе, өсірсін оларда. Басаңдар сен сояқта жұмыс жасасаңдар, ер азаматтар елдің қамын ойлайтын ер азамат қой мынау. Баяда мен ойлайтын едім, сақалдылар көбейіп жатыр, еліміз күшті болады деп. Ми деген сақалда болмайды, ми деген баста болады екен ғой. Енді баспен жұмыс жасау керек, сақалы бар отырып алып, ақыл айту оңай ол сақалды қойып. В общем, істеу керек адам, әрекет жасау керек.